Мадинаның көңіл күйі қалай екен? Жақсы, шүкір. Мадина, сіздің сырға салуыңыз қашан болады? Бір бұйырған пятница. Жұма күні болған қалайсыз? Жұма күні болса екен. Неге? Қасиеттің ғой. Екеуіңіз екі әлем болады. Мажақ, неге? Сырғаны сіздер әкеліп салу керексіздер ғой, неге мен Мадинаға ою керек? Айда, сіздің көңіл күйіңіз қалай? Неге нормально, неге күшті емес? Көлік киген соң ұнамай отыр ба өзіңізге? Неге мен осы түсінбеймін? Көлік кисе көңіл күйі болмай отырады. Тойыңызға ақ көлік кигіңіз келе ма? Ақ көлік кием, бірақ мен андай тойымда мынандай емес. Салмайсыз ба? Кеше бұл кісі айтты, кстати. Бірге той ештеңе жасамай шетелге Балиге барамыз деді ма? Жасаймыз қысап. Біз той жасамаймыз. Сіз сөйтіп айтыпсыз, да? Құдалар жасаймыз. Сырға салу да болмайды, демек. Сырға салу болады ғой? Бола ма сырға салу? Менің стилімге, короче, өзім тіктіріп аламын. Мысалы, тумада сөйтсе, бұйыртса алатын болса, өзімнің стилім бойынша тіктіріп аламын. Обычно ұнамайды. Бүткіл жерде сондай киеді, Бірақ ақ киесі. Ресторанда болған қалмайды. Лучше андай сумеркидағы белланы қапырақ болғанша далада жүрсін. Солай екен десін. Аудың басы қайдан басталды әсері? Мейірбектен басталды. Неге қыздар жігіттер бөлініп кетті? Мұнда мәселе жай ғана пікірталас қой, өмірде ойба біз ер азаматтарға қарсымыз деген нәрсе емес қой. Негізі пікірталас ашылды, пікірталас болып жатыр, бірақ қоғамда да артық кетіп жатқан моменттер де бар. Жоқ, артық кетіп жатқан деген енді ер азаматтар да айтып жатыр, біз де айтып жатыр дегендей, бірақ ер азаматтар андай нәрсені жасамайды да. Қарлығаш екеуіңнің танысықтарың баяндалып жатыр еді, не көп? Ашық шайқас болып кетті ме? Не екен ғой, қыз бен жігіттердің ішіне жүрген әңгімелер жинақ болған ба? Болған екен. Енді осы пікірмен шығып кетті енді. Жарайды, ер азаматпыз ғой, біздің өзіміздің ісіміз бар ғой деген сияқты ондай. Жарайды, біз сторону кете салайық деген нәрсе жоқ та. Оларды қыз балалармен салғыласып жатыр, ұрсып жатыр, айтпайтын сөздер жетпей жатқаннан кейін анда мен қазір сендерге бастасам жылап қаласыңдар. Әрине біз жылап қаламыз, біз қыз баламыз, бірақ что обижает, то что қыз баланы ренжіту уже норма болып қалған ер азаматтар үшін. Сондықтан қатты жүрегім ауырады бұл нәрсеге. Айтсын, өмірде ондай емес шығар енді. Өмірде әйеліне үйтіп, күйеуіне үйтіп, беттерінен алып төстерін шаппайтын шығар деген үміттемін енді. Қазірше атылып алсын дейсің. Үйінде ондай емес шығар. Надеюсь.